бір-бірімізге қатты мұқтажбыз. Мөлдір Мұханның балалары ажырасуды қалай қабылдағанын айтты. Продюсер, әнші Мөлдір Мұхан жан сырын ақтарып, желідегі парақшасында жазба жариялады. Бұл туралы Алаш.кз ұлттық порталы хабарлайды. Қазір бір-бірімізге қатты мұқтажбыз. Жылы сөзімізбен, махаббатымызбен бір-бірімізді емдеп жүрміз. Осындай өзіммен қатар өскен ақылдары дария балаларым барда, енді қиналмайтын сияқтымын. Балалардың не айтқанын салайын ба? Деп жазды Мөлдір Мұхан. Мөлдір Мұханның бұл жазбасы өте жүрекке тиеді. Қандай жағдай болмасын, ата-ананың арасында болған қиындықтар баланың жүрегіне ауыр салмақ түсіреді. Мөлдірдің жазбасынан оның ауыр кезеңдерді бастан кешіріп, бірақ балаларының қолдауы мен махаббаты арқылы шыдамдылық тауып, өзіне күш алғаны көрініп тұр. Балалар үшін ата-ананың өзара қарым-қатынасы ең маңызды нәрсе. Өкінішке орай бәрі ойлағандай емес, бірақ Мөлдірдің сөздерінде жүрек пен жанның жарасы емделіп жатқанын көруге болады. Әсіресе бір-бірімізге қатты мұқтажбыз дегені маңызды ой тудырады. Тек жақсы сөздермен қолдау арқылы ғана адам өзіне жаңа күш жинай алады. Балаларға да өз ата-анасын қиналғанда көріп, олармен бірге болу үлкен тағылым. Әкенің және ананың жанында болу бақыттың ең үлкен көрінісі. Мөлдірдің жазбасы осы тұрғыдан алғанда, балаларының анасына деген жанашырлығын, ақылын, адалдығын көрсетеді. Бұндай сәттерде бала ата-анасын ешқашан ұмытпайды және әрқашан бір-біріне қолдау көрсетіп, өмірдің қиындықтарын бірге еңсереді. Мөлдір мен оның балаларына шын жүректен бақыт тілеймін.